Қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі Жүсіпбек Аймауытовтың туғанына 135 жыл. Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келген. Жастайынан арабша хат таныған, ол Семейдегі мұғалімдер семинариясын бітіреді. Семинарияны бітірген соң 1919-20 жылдары Семей губерниялық атқару комитетінің бөлім меңгерушісі, Кедей таңы газетінің редакторы болып қызмет істейді. 1918-19 жылдары Семей қаласында Мұхтар Әуезовпен бірлесіп Абай журналын шығарып, осы журналда екеу деген бүркеншек атпен Абайдың өмірі мен қызметіне байланысты мақалалар жазады. 1922-29 жылдар аралығында Қарқаралыда қалалық мектепте, Орынборда халық ағарту институтында, Ташкент халық ағарту институтында және Орынбор әскери мектебінде сабақ берген. 1926-29 жылдары Шымкент педагогикалық техникумында директор болған. Осы жылдардың ішінде газет-журнал редакцияларында қосымша жұмыстар атқарған. Ол 1929 жылы Қызылорда қаласында Еңбекші қазақ газетінде де қызмет істейді. 1929 жылы кеңестік қуғын сүргін кезінде революцияға қарсы жасырын ұйымының мүшесі деген айып тағылып тұтқынға алынған. Жүсіпбек аз ғана ғұмырында әдебиеттің әртүрлі жанрында өнімді еңбек етіп құнарлы шығармалар қалдырған. Жүсіпбек Аймауытұлы ұлттық сөз өнерінің әр алуан саласында ерен еңбек етті. Ол поэзия, проза, драматургия жанрларының, публицистика, сын, аударма салаларының қалыптасып, дамуына үлес қосқан қаламгер. Оның қаламынан туған Қартқожа Ақбілек, Күнекейдің жазығы атты прозалық туындылары мен Шернияз, Рабиға, Мансап қорлар, Қанапия Шарбану, Ел қорғаны, Сылаң қыз пьесаларының ұлттық әдебиеттен алар орны ерекше. Джек Лондон, Ги де Мопассан, Рабиндрanath Тагор, Дюма, Беркович, Пушкин, Чуйков, Горький тәрізді ақын жазушылардың шығармаларын қазақ тілінде сөйлетіп, көркем аудармаға да үлес қосқан. Жүсіпбек Аймауытұлының әр туындысы патриоттық сезім, күрескерлік рухқа толы. Ол поэзия, проза, драматургия, публицистика, сын жанрларында жаза отырып, қазақтың қамы мен қасіретін астарлап жеткізе білген қаламгер. Назарларыңызға рахмет.